Саламатсыздар ма, құрметті 9 сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сіздермен қайта табысқаныма қуаныштымын. Бүгін бізде әдеттегідей Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасының 6 сағаты. Әрине бұл сіздерге таныс тақырып деп ойламаймын. Біріншіден енді есіңізге түсіріп өтейікші. Бәйтерек поэмасы жалпы не туралы еді? Тәуелсіздік туралы. Тәуелсіздік алғанымыз туралы. Өз еліңе махаббатын білдіру жайлы айтылған. Иә. Тәуелсіздікке жету жолы, иә. Тағы да сол жерлерде қандай біздің тарихта қалған, алтын әріппен ізі қалған қандай зиялы тұлғаларымыздың есімдері қалған? Елбасымыздың есімі. Америс патшайым, Еділ патша, Ертеріс хан, тағы да Нұрсұлтан Назарбаев айтып өттік, Абылай хан, иә? Және жарайды. Жалпы біздің Бәйтерек поэмамыздан хабарымыз бар, иә? Иә. Так. Оны Несіпбек Айтұлы жазған, иә? Бәйтерек туралы. Енді, бірінші сіздерге мен 3 топқа атау берген болатын. Бірінші топ сіздердің аттарыңыз қандай? Бәйтерек. Екінші топ? Тәуелсіздік. Үшінші топ? Елбасы. Өте керемет аттар, иә? Бәрі де өзіміздің осы біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты, иә? Енді сіздердің топтарыңыздың атауларына берілген сөздерге ассоциограммалық кесте жасаймыз. Ол не деген сөз? Яғни сіз мысалға тәуелсіздік деген сөзді естігенде ойыңыздан қандай сөздер түседі, соны бәрін жазып шығамыз. Тәуелсіздік тобы қайсысы? Кластер сияқты. Тәуелсіздік. Так, ортаға алып, қандай сөздер естеріңізге түседі жазамыз? Бәйтерек тобы. Және де елбасы тобы. Ортаға салып жазып шығамыз. Оны жауап береміз деген қалдықпа кім болды? Кім аяқтап болды? Так, екінші топ тәуелсіздік тобы аяқтапты, Бәйтерек тобы аяқтапты және елбасы. Өте жақсы. Енді жайлап бастайық Бәйтерек тобынан. Мен қалай қоймасаңыздар? Бәйтерек сөзін естігенде қандай? Біз Бәйтерек сөзін естіген кезде алдымен Астана, тәуелсіздік, Қазақстан, елбасы, ағаш, мәңгілік ел, ту, елтаңба, еркіндік деген сөздерді есімізге аламыз. Өте жақсы. Тәуелсіздік тобы. Тәуелсіздік деген кезде біз бостандықты есімізге түсіреміз. Рухты. Бостандық. Еркіндік. Біз тәуелсіз елміз. Өте жақсы. Келесі елбасы тобы. Бізге елбасы сөзінде ассоциация келген сөздер қолдаушы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, көшбасшы, ағартушы, алға-тартушы, басшы. Так, біз бірінші тапсырманы өте жақсы орындап шықты. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырмаға көшейік. Енді жалпы біз бұл поэманы оқыдық, бұл поэмамен таныстық. Ендігі сізге берілетін тапсырма. Осы поэмада алынған үзіндіні талдап, автор стиліне баға беру. Мен сіздерге осындай 3 үзінді 3 топқа арнайы дайындап келдім. Басқаратын әр топта әртүрлі. Осының ішінен топ түрлерімен және автордың стиліне баға береміз. Оқушылар, өте жақсы. Ақылдасы тағы да қарай. Не үшін қолданды сөздерді, стилі қандай тақырыпта жазады. Баға жазыңыздар. Декорация, эпитет. Сөздерін жазылған. Жадыңдар сөйтіп. Жашы ескі ғасырдағы сөздердің смыслы. Қараңдар, оқушылар. Короче, көк семсер. Да, короче. Так, жас класс. Так, екінші тапсырманы аяқтаған оқушылар бар екен, тоқтат. Өте жақсы тәуелсіздік тобы аяқтапты. Тағы да.
Жай, тәуелсіз тобынан бастап тексере берейік. Так, тәуелсіздік тобынан бізде кім қорғайды? Асенәлі. Біз ең бірінші троп сұрақтарынан бастасақ болады. Не керек елі тақтан отқа орын? Бұл бізде риторикалық сұраққа жатады. Екінші риторикалық сұрақ. Кім іздер құнсыз басын жоқтап оның? Бұл риторик сұраққа жатады. Өте жақсы тағы. Екіншісі бізде эпитет. Пәтусыз ғұмыр кешкен. Бұл бізде эпитет. Яғни пәтуасыз ғұмыр бұл жерде эпитет. Енді автор стиліне баға бердіңіздер ме? Бердік. Автор стиліне баға. Ескі ғасырымыздың ежелгі сөздері қосылған. Әдеби сөздері өте әдемі, көркем және көркем тілде жазылып өткен. Бұл автор сөзінде көптеген мағыналар білсе болады. Сіздерге Алматы және мына екінші тапсырмаға арнайы бағалар. Келесі. Кім бірінші аяқтайды? Сіздер ме? Жарайды, елбасы. Келесі бізде елбасы тобы. Троп түрлеріне ассонанс инверсия. Қандай енді? Автор стиліне баға. Бұл өлең жолдарында автор ассонанс пен инверсия қолданған. Оны біз тәуелсіздікті алу үшін күрескен өмірден өткен адамдарды ұмытпағанымыз. Жарайды. Өте жақсы. Көк семсер жарқылдамас жүз болмаса, көсемнің несі көсем із қалмаса. Сіресе тағдыр демек суық мұхит, кемедей күтірлетіп мұз жармаса. Троп түрлері бұл жерде риторикалық сұрақ, теңеу, эпитет және аллитерация бар. Риторикалық сұрақ, кемедей күтірлетіп мұз жармаса. Эпитет, көк семсер суық мұхит. Аллитерация, көк семсер жарқылдамас жүз болмаса, көсемнің несі көсем із қалмаса. Және де теңеу бұл жерде кемедей күтірлетіп мұз жармаса. Автор стиліне баға. Автор троп түрлеріне өте шебер түрде қолданылады. Өлеңдерді жетіп жеткізу үшін теңеу, эпитет, аллитерация, риторикалық сұрақ түрлерін қолданған. Автор стилін жоғары түрде бағалайды. Себебі әдеби сөздер түрде сүріп терең мағынада жазылған. Екі тапсырманы өте жақсы деңгейде орындап шықты. Ол үшін жақсы балл иеленесіздер, әрине. Өте керемет, өте жақсы ой пікірлер, тұжырымдар жақсы айтылды. Жарайды, енді балалар. Енді сіздерге осы жерде үшінші тапсырмада тағы да сол тәуелсіздік туралы ақынның стиліне сүйене отырып тұғыры тәуелсіздік тақырыбында қара сөзбен немесе өлеңмен шағын шығарма жаз деген. Араларыңызда ақындар бар ма? Даулет. Кенжетай. Енді сіздерден енді осы тапсырма, яғни қара сөзбен де білдірулеріңізге бар, немесе өлеңмен де білдірулеріңізге бар. Кеттік. Екі. Тоқтатады, ашылы. Үшінші тапсырма оқушылар үш топта аяқтады, я? Енді осы былайынан бастайықшы, я? Елбасы тобынан бастайық. Кім оқиды? Азамат, я? Тәуелсіздік келген жоқ бізге оңай, уайым қайғы шарпыды бізді талай. Енді міне ел болдық, егеменді, көп білгі қиындықтар артта қалмай. Жарайды, екінші топ пысықтап алайық дейді, бірінші топқа кеттік. Баста.
Күшіні келеді үстіндер шағында, күш қуат келуде емес кел басында. Сөйлейді Назарбаев Нұрсұлтан болып көк тулы Қазақстан жер шарында. Осы өлең жолдары 1991 жылы 16 желтоқсанда алған тәуелсіздікке елбасының қосқан үлесінің зор екенін көре аламыз. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Сол үшін ашық аспан астында өмір сүруге мүмкіндік берген ата-бабаларымызға үлкен рахмет. Өте жақсы. Келесі. Тәуелсіз елімде бақыт құсы самғап ұшқан кегімде қазақ деген ғажап халық қашаннан көк бөрінің ырғағымыз тегінде бабамның да арманы осы еді ғой арманы. Тәуелсіздік болдық, тәуелділікті ұмыттық, тәуелді болғанда бәріне жем болдық. Тәуелсіздік қазіргі кешегі түсіміз дәл қазір себепші күлкімнің. Екі оқушы екен, иә? Кім бастайды? Келді міне тұғырланған тәуелсіздік, халық шықты қуанышқа, шатты келдік. Далада гүл-гүлдеп, құстар шулап, жан-жақтан қазақ халқын той-тойлап. Кетті міне жаманшылық ойбайлап, келді міне тәуелді күн, халық шықты арман ой-ойлап. Тәуелсіздік алған күн тарихта ұзаққа қалмақ, тіптен ұмытылмас болар. Тәуелсіздік алған 16-17 желтоқсанда көп өзгеріс болды. Ел басқарушымыз ауысып, еліміз егемендік алды. Оған ықпал еткен көп азаматшылар мен азаматтар бар. Көптеген жас студенттер алаңға шығып көп азап шектік. Сол күннің кесірінен мен ұрпақ сүйе алмай мүгедек деп қалып, тіптен ажал құшқандар да бар, оларға мәңгі құрмет тұтамыз. Сіздердің араларыңызда осындай ақын көп деп ойламаппын, өте керемет. Сондықтан әрқайсыларыңызға тағы да бестік балдар беремін. Өте жақсы балалар, өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі, 4-ші тапсырма. Ойынның қызарақ қойылықты. Мен сіздерді сұрайыншы. Жұбан Молдағалиевтің жалпы «Мен қазақпын» поэмасы мен «Бәйтерек» поэмасын салыстыру керекті. Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасын білеміз ба? Ол туралы не айтасыздар? Білесіздер ме? Жоқ, бірден айтаршы. Істеріңізді танымай отқандарыңыз бар, мүмкін естеріңізді түсіре алмай отқандарыңыз бар. Қазір мен бір YouTube желісінен бір видео қосқанда барлықтан естеріңізді түседі деген ойдамын. Sözlerine hemen veriyorum. Yani okulda есіңізге түсіне, бұл өлеңді бәріміз білеміз, бұл өлеңді білмейтін қазақ жұмысшылар тіпті. Енді осы Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасымен Несіпбек Айтұлының «Бәйтерек» поэмасын Вен диаграммасына салып салыстырайық. Яғни ортасына ұқсастықтарын жазамыз білетіндей, екі жағына «Мен қазақпын» мен «Бәйтерек» поэмасын несімен ерекшеленетінін жазып шығамыз. Түсінікті ғой, бірінші топқа сәттілік, екінші топқа, үшінші топқа. Екі поэма мен қазақпын. Көбінесе ұлтшылдықтайды. Ұлтын мақтап айтқан. Так, төртінші тапсырмада бізде енді екінші топтан бастайық, сосын былай кетеміз. Екінші топ.
Кім қорғайды? Бізде асқан деген неде жақсы кенжетай. Мен қазақтың поэмасында әр қазақтың бойындағы қасиеттерін жеке дара айтып өткен намысшылдық осы поэмада көбірек сезіледі. Өте жақсы. Бәйтерек поэмасындағы ерекшеліктер ол Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алу жолындағы қиыншылықтар туралы жазылған. Көптеген тәуелсіздік алудағы адамдар поэмада көрсеткен. Енді ұқсастықтары. Мақтаныш, патриотизм, екі өлеңде де рух және намыс анық көрінеді. Ата-бабаларымыздың жетістіктері. Өте жақсы. Мен қазақтың поэмасы бұл өлеңде көбісі ұлт туралы айтылған және бұл поэма әнге салынған. Өте жақсы. Бұл да бір айырмашылығы. Бәйтерек поэмасында тәуелсіздік жылдарындағы күрес, азап туралы баяндалған. Бұл екі поэманың ұқсастықтары рух пен жігерлік пен патриотизм, намыс, ынтымақты айтылған. Ұқсастықтар айтылды ғой, иә? Өте жақсы. Таныш. Ол өлеңде қазақтың батырлары қазақ ерлерінің ержүрек батыл екендігін көрінісімен көрсетуде және айтуда. Бәйтерек поэмасында Несіпбек Айтұлы тәуелсіздікті жазған. Оған қалай жеткенімізді тәуелсіздіктен артқанда өте басты. Ол Бәйтерек елбасының тұлғасы екенін де айтқан. Ұқсастығы. Екі өлеңнің ұстастығы тәуелсіздік тақырыбы көтерілген. Адам бойында патриотизм сезімін оятады. Өте жақсы. Оқушылар, сіздер бүгінгі барлық тапсырманы өте жақсы деңгейде, жоғары деңгейде орындап шықтыңыздар. Әрине бұл өте қуантады. Бәйтерек поэмасын жақсы меңгеріппіз. Оны тіпті Жұбан Молдағалиевті мен қазақтың поэмасымен де салыстырып бердіңіздер. Өте жақсы, өте керемет, бүгінгі сабақ жақсы өтті. Енді үйге тапсырма бәйтерек символының ешкі сипаты деген тақырыпта поэманың идеясын ашып әдебиетті жазып бересіздер. Келесі сағатта оны міндетті тексеремін. Бүгінгі сабақ қызықты өтті деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.